72-ші сабақ көбейту амалының компоненттері. Бірінші есеп. 3 санаттай отырып 12-ге дейін сана. Әсі 4 санаттай отырып 24-ге дейін сана. 3-тен кейін 3 санды аттап кетеміз. 6, 6-тан кейін 3 санды аттасақ 9, 9-тан кейін 3 санды аттасақ 12 болады екен. Әсінде де дәл солай 4, 8, 12, 16, 20, 24 деп жазамыз. Екіншісінде өрнектерді бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Олардың мәнін тап дейді. 4 көбейту 2, бұл жерде 4 санын өз-өзіне 2 рет қосамыз. 4 қосу 4-тен 8. 5 көбейту 2, 5 санын өзіне 2 рет қосамыз. 5 қосу 5-тен 10. 6 көбейту 3, 6 санын өзіне 3 рет қосамыз. 6 қосу 6, қосылған 6-тен 18. 3 көбейту 3, 3 санын өзіне 3 рет қосамыз. Сонда мәні бізде 9 болады екен. Үшінші есеп. Үлгіге қарап қосуды көбейтумен алмастыр. 6 қосылған 6 қосылған 6. Бұл жерде 6 саны өзіне 3 рет қосылыпты. Сондықтан біз 6-ны 3-ке көбейтеміз, тен 18. 9 қосылған 9. 9 саны өзіне 2 рет қосылыпты. Сондықтан біз де 9-ды 2-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде тен 18 мәні шығады. Ереже. 4 көбейту 3 түріндегі өрнекті көбейтінді деп атайды. 4 пен 3 сандары бұлар көбейткіштер деп аталады. 4 көбейту 3-тен 12 бұл теңдік деп аталады. 12 саны көбейтіндінің немесе өрнектің мәні. 4, 3, 2 бұлар көбейтудің компоненттері болады екен. Ал 4 көбейту 3-тен 12 теңдігін бұлай оқимыз. 4 3 рет алғанда 12 шығады. 4-ті 3-ке көбейтсе 12 шығады, немесе 4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 12-ге тең деп оқи аламыз. Бірінші көбейткіші 4-ке, ал екінші көбейткіші 5-ке тең көбейтіндіні жаз дейді. Бұл жерде бізде 4 көбейту 5. Енді осыны қосу амалының көмегімен орындайтын болсақ, 4 санын өзіне 5 рет қосамыз. 4 қосылған 4 қосылған 4 қосу 4 қосу 4 тең болады 20 шығады екен. 5-ші есеп. Суреттерді пайдаланып қосындыларды құр дейді. Бұл жерде бізде суретте екі жаңағы қосылғыштар берілген. Әрқайсында 3-3-тен, сонда 3-ке 3-ті қоссақ тен 6 шығады, немесе көбейту амалымен жазсақ 3 көбейту 2 тен 6 болады екен. Екіншісінде дәл солай 3 жаңағы өрнекті жасайтын болсақ, 2-ден берілген, 2 қосу 2 тен 6, немесе көбейту амалымен 2 көбейту 3-тен 6 деп жазсақ болады екен. Әрі қарай ережеге көңіл аударайық. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіннің мәні өзгермейді. Мысалға 4 көбейту 3-тен 12 болса, 4 пен 3-тің орнына ауыстырсақ, бәрібір де 12 саны шығады екен. 6-шы есеп. Екі қорапшаның әр қайсысында 3 қамшыдан бар. Қорапшаларда барлығы неше қамшы бар? Бұл жерде біз 3 санын 2 рет өз-өзіне қоссақ болады, немесе 2-ні 3-ке көбейтсек болады екен. Сол кезде бізде мәні 6 болады, яғни қорапшаларда барлығы 6 қамшы бар. 7-ші есептемей-ақ салыстыр дейді. 7 көбейту 2-тен 14, 2 көбейту 7-тен 14. Яғни өрнектердің орнына ауыстырғанымен мәні өзгермейді екен, сондықтан тең шығады. 4 көбейту 5, жақта 5 көбейту 4, яғни екеуіне де 20, сондықтан тең болады. Әрі қарай 6 көбейту 7, немесе 6 көбейту 5, біреуінде 42, біреуінде 30 шығатын болғандықтан 42 саны көп болады. 8-ші есеп. Теңдеулер құру керек және оларды шешу керек. Асы 23 пен А-ның қосындысы 38-ге тең. А тен 38 азайту 23, А тен 15-ке тең. Сондықтан А-ның орнына 15-ті қойып көшіреміз. Мәні 38 тен 38-ге. Әсі X азайту 29-дан 4-ке артық дейді. X азайту 24-тен 29, X-тен 29-ға 24-ті қосамыз, мәні 53-ке тең екен. 53 азайту 24-тен 29, 29 тең 29-ға. 9-шы есеп. Көбейткіштер 6-ға және 3-ке тең көбейтінді құр дейді. Қосу амалын қолданып, оның мәнін тап. Бұл жерде біз 6-ны 3-ке көбейтеміз және 6 сан 3 рет жазылып тұрғандықтан 6-ны 3 рет өз-өзіне қосып шығамыз.
10-шы есеп. Жіпке 5 түйін түйілді. Қатар тұрған әрбір 2 түйіннің арасы 2 см. Жіптің шеткі түйіндерінің арасы неше сантиметр болады? Шешуі: 2 санын өзіне 4 рет қосамыз, тең 8, немесе көбейту амалымен 2 көбейту 4-тен 8 деп жазуға болады екен.